Екінші аятқа келдік. Енді біз түсіндік. Бізде қараңыз, мәт арты біз төртке создық па, барлығын төртке созамыз. Мына жерде не ерекше не бар? Ол Фатиха секілді емес, Малики мәт сызы жоқ. Енді мәт сызы орындамау үшін бізде мына жақта не істейміз? Қосамыз ғой. Хамза келді, уасыл хамза келді. Не істейміз? Кіріп кетеміз. Кіріп кеткенде біз не нәрсе кіреміз? Ғунаға кіреміз. Ғуна кіреміз. Ең кемел ғуна нунды шаддалаған кезде болады. Бірінші ең кемелдігі шадда, одан кейін ихфа, ихлап, одан кейін изғар, одан кейін харакат. Вау, яуды қоспаған кезде. Сені әріпті қалай білдіртеміз? Хамс, ауа кетті дедік, рахуа, истифаля, инфита қысымы жоқ ешқандай, және сафир. Бірақ осы жерде қараңыз, неге сен әріпті көп ақысын бере алмайды? Неге? Себебі мына қате болады. Мысалы, ас, махражы қай жерде? Күрек тұс басталып жатқан жерде ғой. Міне қараңыз, осы күрек тұс басталып жатыр, осы жерде ғой. Бірақ көпшілік қандай жасайды? Мынау сәл, Малика сіздің қателігіңіз как раз. Сәл мынаны былай қарай кетсе, мынау тиіп жатыр. Бірақ мынаны көтеріп келсе, қараңыз, нәс. Не болып жатыр? Как будто бір сақау дыбыс. Нәс. Мейлі, мынау тиіп жатыр, бірақ мынау көтеріп кетті ма? Нәс. Нет. Осылай істайсыз. Нәсса. Осылай істаймыз. Мәликин. Мәликин нас. Мәликин нас. Машалла. Төртке созамыз. Екі уәжіп, 4-6-ға жайыз. Біз 4-пен бастадық па? Толық сүрені біз не істейміз? Тек 4-пен бітіріп тастаймыз. Түсіндікті ма? Қайталайық. Маликин. Бітірменіз. Мен не үшін сізге айтып жатырмын? Тек сукун. Біз сукунды білдірту керекпіз. Ақысын беру керекпіз. Маликин. Не үшін айтып жатырмын сізге? Сосын ударение қойып үйренсін деген. Маликин нас. Вот, машалла.